Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмай жатып лайк басуды, пікір қалдыруды, парақшаға тіркелуді ұмытпайық. Ал мен сіздермен жаңа қызықты әңгімелеріммен бөлісіп отыратын боламын. Әңгімені соңына дейін тыңдайық. Психологқа жүгінген шарасыз ана қызының 14 жаста екенін, әкесі екеуі қалағанның бәрін әперіп отырғандығын, бірақ өте қырсық өтірікті көп айтады. Ұрдым, ұрыстым, жай айттым, дым нәтиже жоқ депті. Қызыңызды маған алып келіңіз, болмаса өзіне жіберіңіз дедім. Ертіп келді. Келе салып ұрыс басталып кетті. Айқайлап жатқан анасы, қызы жұлынып әрең отыр. Екеуін әрең дегенде сабырға шақыру үшін 2 бөлмеге бөлек отырғыздым да бір-біріне хат жазуын өтіндім. Анасына ешқандай өкпе ренішсіз махаббатқа толы хат жазыңызшы дедім. Сонымен жазу басталды. Анасы жазып жатыр, арасында жылап та алды. Сосын ары қарай жазады. Қыз әлі қырсығып отыр. Менің оған жазатын ештеңем жоқ деді басында. Сосын қаламды алды да бір ғана сөйлем жазды. Анаңа өз қолыңмен берші, қазір шақырайын деп өтіндім. Сол сәтте көзінен бір тамшы жас үзіліп түсті. Сіз апарып беріңізші, мен ұяламын деп жылап жіберді. Анасына хатты апарып бердім, ашты, оқыды. Сосын отыра қалып ол да жылады. Хаттың ішінде «Мама, мен құшақтаңызшы, мен сізді қатты сағындым» деген бір-ақ ауыз сөз жазылған екен. Күн сайын ұрыс ести бергеннен шаршаған ғой байғұс қыз. Жалпы баланың қырсықтығы, бұзықтығы, маған мейірім керек деген сигнал, бәріне әперіп отырмын деген ақталу баланы бақытты қылмайды. Осы хат менің өзіме қатты ой салды. Мен өз қызымды ойладым. Соңғы рет қашан құшақтадым, қашан еркелеттім деп жаман болдым. Көшеден көршіні көріп қалсақ, асты-үстіне түсіп жағдайын сұраймыз. Тойға барсақ, туыстардың көңілі үшін өтірік болса да күліп отырамыз. Достарымыздың көңілін көтеру үшін бар жылы сөзімізді арнаймыз. Ал жақындарымыз ше? Олардың не жазығы бар? Оларға неге сонша қаталмыз? Біреудің ата-анасына кішіпейіл боп, өз ата-анамыз бірдеңе десе жақтырмай қабақ шытып тұратынымыз рас қой. Айдаладағы адамға бар ықыласымызды төгіп жүргенде жақындарымыз бізден мейірім күтіп жүрген жоқ па? Мейірімді болуды өзімізден бастайықшы. Адамда қаталдық емес, мейірім тәрбиелейтінін ұмытпайықшы.